Аламан мен жоламан. Бұрынғы уақытта ерлігі жанынан асқан Аламан деген бір мерген болыпты. Сұлулығы хор қызындай оның Қарашаш атты әйелі болыпты. Қарашаш атануы шашы алтындай жалтырап беліне түседі екен. Бір ұл, бір қыз болыпты. Бір күні Аламан аңға шығып кетсе, әйелі мен қызы суға түседі. Сонда бір шашы үзіліп суға кетеді. Шашын аламын дейді, ала алмайды, қайтып үйіне келеді. Бұл мұнымен тұрсын, енді ханнан сөйлейік. Бір күні Сұлтан хан уәзірін ертіп, 40 жігітімен тауға шығып келе жатса, алыстан жылтыраған бір нәрсені көреді. Олар бұл қалай? Айдаһар ма? Жылан ба деп дағдарып тұрады да, не де болса баралық дейді. Келсе бір шаш, бір үлкен қоғаға бөгіліп қалыпты да, үстінен су сарылдап басып төгіліп жатыр екен. Хан шашты көріп, бұл шаштың иесіне ғашық болады. Хан үйіне келеді. Бүкіл қол астындағы білімпаздарын жиып, шаштың иесін табыңдар деп бұйырады. Олар таба алмайды. Хан ақырында, егер де осыны кімді-кім таба алатын болса, не тілесе де риза қыламын деп еліне жар салады. Бірнеше күннен кейін ханға бір жалмауыз кемпір келеді. Егер де менің қалағанымды берсең, оны әкеліп беруім оңай. Ол тауда тұратын Аламан деген мергеннің Қарашаш атты қатыны дейді. Хан мұны естіп, ой шеше, сізді қалай десеңіз де риза етемін, маған әкеп бер дейді. Кемпір әкеп беруге уәде етіп жол тартады. Еш нәрсе білмеген адам болып, Аламанның жүретін жолына келіп жатады. Аламан келе жатса, жолда жатқан кемпірді көреді. Шеше, не істеп жатырсыз деді. Кемпір, мен жетім жесір бейшарамын, осы жерге келіп едім, енді жүруге дәрменім болмай жатырмын шырағым дейді. Аламан, маған шеше боласыз ба дейді. Кемпір, болайын шырағым дейді. Аламан кемпірді мінгестіру үшін қасына келейін десе, аты осқырып жолатпайды. Аты кемпірдің дұшпан екенін біледі. Аламан, жығылғыр, осы жаман кемпір не қылушы еді деп атын ұрып кемпірді мінгестіріп алады. Аламан сол бойымен үйіне келеді. Аламанның еш нәрсе ойында жоқ, күнде аңға шығып кетеді. Ол кеткен уақытта әлгі кемпір әйелін азғыра бастайды. Кемпір, қарағым Қарашаш-ау, тұрмысың болса мынау екен, байың күндіз кетсе түнде келеді. Ешбір көрген қызғылықта игілігің жоқ. Егер де менің айтқанымды істесең, өмірің қызғылықпен өтетін жақсы күйеу тауып берер едім дейді. Қарашаш, ол кім? Егер де жақсы болса, айтқаныңызды істейін дейді. Шырағым, не дегенің? Мен жаманшылық істеуші ме едім дейді. Қарашаш, айтшы шеше дейді. Кемпір, ол әділдігі халықтан асқан сұлтан деген хан дейді. Қарашаш тимекші болады. Кемпір, қарағым, байыңды қайтып ұстап аламыз дейді. Қарашаш, оны қандай арқанмен байласа да үзіп кете береді. Үйде бір жібек арқан бар, ол өзі бір ұйықтаса 40 күн ұйықтайды, сол уақытта байлап алуға болады дейді. Кемпір мұны естіп қуана ханға хабар береді. Хан мұны естігеннен кейін бір түнде барлық әскермен келіп ұйықтап жатқан жерінде Аламанды байлап алады. Аламан босағада байлаулы, хан күндіз түні Қарашашпен ойнап жата береді. Бір уақытта байлаулы тұрған Аламанның қасына қызы келіп қалады. Аламай, шырағым, мені танимысың? Қандай күйде жатырмын? Шешеңнің сандығында бір алмас кездік бар. Шешеңе барып, әкемнің кездігін бер деп жылай берсең алып береді дейді. Ақылға келмеген жас сәби бұған түсінбейді. Сен менің әкем емессің, менің әкем шешемнің қойнында жатыр дейді де кете барады. Аламан одан бетер қапаланып қала береді. Біраздан соң қасына ойнап жүріп, ұл баласы Жоламан келіп қалады. Аламан, қарағым Жоламан, бері келші, мен қай күйде жатырмын дейді. Баласы қасына келеді. Шешеңнің сандығында бір алмас кездік бар, барып әкемнің кездігін бер деп жылай берсең береді дейді. Бала шешесіне барып, әкемнің кездігін бер деп жылай берген соң хан, мына жүгірмекті құртшы, не қылар дейсің дейді. Шешесі кездігін әпереді. Бала кездікті әкесіне әкеледі.
Аламан арқан шынжырларды көрсетіп, мынаны кес дейді. Бала кесет. Аламан босанат да қанды жатқан жерінде өлтірет, қанның әскерін қырып салат. Сөйтіп қатыны мен қызын қосақтап, атасының үйіне айдап апарып, оған қызының істегенісін бастан аяқ айтады. Атасы мұны естігеннен кейін ашуланып, өз қызы мен жиен қызын қос өлтіреді. Аламанға үйіндегі кіші қызын некелеп қосады. Жоламан ер жетеді. Баяғы жалмауыз кемпір патшаның өлгенін біліп, Аламанның үстіндегі қаруларын жинап алу үшін иқырлықпен Аламан мен Жоламанның жүретін жеріне жас бала болып жатады. Аламан мен Жоламан аңнан келе жатса, жолда шырылдап, жылап жатқан жас баланы көреді. Баланы алайын десе, ат осқырып жоламайды. Аламан: «Ей жаманды атқыр, осы жас бала не қылушы еді?» деп жүгіріп барып баланы іліп алады. Әлден уақыттан кейін қараса, үндегі саймандар мен мінгескен бала жоқ. Бұл қалай деп тып-типыл болып үйіне келеді. Көрген уақиғаларының бәрін әйеліне баян етеді. Ол білімпаз адам екен, ойланып отырады да, жалмауыз кемпір екенін сезеді. Ол жалмауыз кемпір екен, не де болса сен қаш, бұл жерде болсаң ол қоймайды дейді. Аламан қашу үшін таудан қамшы саптай қылып, бір қоржын жыңғыл кесіп алады. Сөйтіп қаша бастайды. Атының басқан жері қазған ошақтай болып қалады екен. Бірнеше күннен кейін Аламанның үйіне желмая мініп жалмауыз кемпір келіп, «Аламан қайда?» деп сұрайды. «Аламан қашып кетті» деп жауап береді әйелі. Жалмауыз кемпір баяғы ойылып қалған ізбен қуа жөнеледі. Аламан ат шаршаған кезде жыңғылдан беріп қояды екен. Ол жануар соны қаршылдатып шайнап шаба береді. Жалмауыз кемпір күншілік жерден деммен тартып ұзатпайды екен. Бір күні түнде Аламанның әйелі түс көреді. Түсінде кемпірдің жақындағанын сезеді. Ұйқысынан шошып оянып баласына: «Әкеңе жалмауыз кемпір жетейін деп қалыпты. Ертерек атыңа мінді, мына жүзікті алып бар. Жақындаған кезде лақтырып жіберсең, әкең қағып алады. Сол кезде астындағы аты күншілік жерге жетеді. Онда жалмауыз кемпір ақырады. Сол уақытта маңдайындағы жалғыз көзін басып қал, және 2 рет атта» дейді. Оның жүзігі ғажайып жүзік екен. Бала жүзікті алып, әкесінің кеткен жағына қарай жүреді. Бірнеше күндерден кейін әкесінің қашып жүрген жеріне келеді. Келсе, әкесі бұрынғыдай емес, азып тозған екен. Жүзікті әкесіне лақтырып жібереді. Әкесі қағып алады. Онда астындағы аты күншілік жерге жетеді. Кемпір баланы көріп, артына қарап сұрланып ақырған кезде бала қақ маңдайындағы жалғыз көзден басып қалады. Кемпір өкіре құлайды, құлап жатып: «Батыр болсаң тағы да ат» дейді. Бала атпайды. Себебі егер 2 рет атса, жалмауыз кемпір қайтадан тіріліп кетеді екен. Кемпір өледі. Бір мезгілде әкесі келеді. Келсе, жалмауыз кемпір өлген. Аламан қуанғаннан баласымен жылап көріседі. Сөйтіп олар ауылына келіп, мұрат мақсатына жеткен екен.